Сәлем баршаңызға. Бүгін біз өте дәмді әрі өте жұп-жұмсақ булочкалар дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп шығыңыз және де міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл рецептпен сіздің булочкаларыңыз бір жасағаннан ақ шығады. Жылы су мен сүтке қантты қосып және 1 грамм 1 пакетик ванилинді қосып араластырамыз. Бұл жерде мен су қосқан себебім сүтім қою болды. Және одан кейін ерітілген сары майды қосып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Егер сіздің сүтіңіздің проценті аз болатын болса, онда соны жылытып құя бересіз. Үстіне ашытқымызды салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Бір келкі болып араласқаннан кейін үстіне ұнымызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Мен ең алдымен осылай венчикпен араластырып аламын, содан кейін қасықпен, сосын барып қолмен араластырамын. Әрине сізге қалай ыңғайлы, солай өзіңіз қамыр илесеңіз болады. Қамырымызды жұмсақ қылтып илеуіміз қажет, қатты болып кетпесін. Дайын қамырымызды бетін пищевая пленкамен немесе орамалмен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Қолымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды жинақтаймыз. Одан кейін қамырымыздың шетінен үзіп алып, осындай шариктар жасап қоямыз. Міне осылай барлығын домалатып қоямыз. Одан кейін шетінен алып, оқтаумен жазып, ұн себудің қажеті жоқ, қолмен де жазсаңыздар болады. Қамырымызға жұмсақ сары майды жағып, бетіне сахарная пудраны септім. Сіздер өз қалауларыңызша қант, корица, мак барлығын қоса берсеңіздер болады. Пиццариздің көмегімен осылай тіліктерге тіліп, гүл тәріздес пішін шығаратын боламыз. Барлығын пергамент төселген противенге салып, тағы да бір 10-15 минутқа бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін жұмыртқаның сары уызын жағып, бетіне кунжут немесе өз қалауыңызша мак сепсеңіз болады. Міне осымен біздің болашақ булочкаларымыз дайын. Қызып тұрған 180 градустағы пешке 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Пештің қызуы әркімде әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін өзіңіздің пешіңіздің тілін таба біліңіз. Міне қыздар, дәмі тіл үйретін біздің булочкаларымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Айбибі.